ортаға шақырып қояйын. Қолдарыңызға. Құрметті жерлестер, тойларыңыз құтты болсын. Енді мына Нұрғиса Тілендиев бабамыздың жекпе-жек деген күйінен бастайын. Ой, бәрекелді. Жекпе-жек десе жекпе-жек. Ағамызда адай, ағамызда адай. Өздеріңіздің туыстарың, жерлестер, бәрекелді. Еқайда бақытты, бірі бауыреті баласына еміреген сәтте, екінші әйелінен өнерсәті армағынан пал тамызып дайындаған ырыздығын қонақтырып отырса, әйелге одан асқан бақыт жоқ. Мынау, Наполеон Бонапарт деген атақты қолбасшы айтқан екен, біздер хандар, диктаторлар әлемді билейміз, ал бізді ала қарна салып әйел билейді деген. Сондықтан мінекей осы жерде отырған әзиз әжелеріміз, әзиз ағаларымыз, күліп көз көрсең көрікті сөзден сүйкімді апаларымыз, қыздарымыз алдымызда аман жүрсін деп, қызға бергенді қыз өтейді, бір қошемет тұрып тойымыз жалғастырып. Бәрекелді. Ал енді тілек айтып жатсыздар, қабыл болсын, жақсы жанның азығы дейді. Тілек айтып жатып, мына той иелерінің жақсы қадір қасиетін айтып отырыңыздар. Соңында арасында ән салып қойыңыздар. Мына ән салыпсың дегеннен шығып, мына біздің Ескендір Хасанғалиев ағамыз бір күні бір курс оқуын бітіріп, пойызға келіп мініп, Оралға қарай. Осы оралдықтар бар ма осы жерде? Қайдасыздар оралдықтар, естімелеп, аман болыңдар. Сол Оралға атамекеніне қайтып бара жатырса, пойызда бір үлкен кісі отыр екен. Ассалаумағалейкум аға, жол болсын. Жол мақсаты жету деген, жолды қысқартып отырайық, әңгіме айтып отырайық. Менің атым Ескендір Камилям Хасанғалиев. Дейін барасыз, мен Оралға дейін барам, біздер Айшыраға мен де Оралға барам. Аяқсақал онда әңгіме айтып отырайық. Мен Аллаға шүкір, Алматы консерваторияның бірінші курсында үйге қайтып бара жатыр аға. Өзіңіз не кәсіп қыласыз десе, ағам бір қойшеке болыңызды. Ол консерваториядан хабар жоқ өнерден. Әй айналайын. Оқығаның өзіңе жақсы, көзің ашық болады. Консерві деген жақсы тамақ, қарным ашып кеткен. Ал енді жайлы жақсы, мына ойылған рызықтан алдырып отырыңдар, шарап сусыдан құйтырып отырыңыздар. Думан тойымызды жалғастырып отырайық. Дұрыс айтылған бір сөз бар, тойға келсең ұйықтауға болмайды, ұйықтасаң қорғауға болмайды, өйткені қасыңдағыны оятып жібересің. Сондықтан сергек отырайық, бүгінгі той иелері бақыттың бесігінде болсын деп, думан қошып отыр. Ай, бәрекелді.
көтеріп отырайық. Ал енді қадірлі туғандар, қадірлі ағайындар, мінекей, жігітті досына қарап таныды керек. Мынау бүгінгі той иелері, бәрекелді Амандық ағамыз, Зухра апамыздың дастарханнан дәм татып, құтты берекелі, іргесі сөгілмей, үлкен бір шаңырақтың, бір отаудың иесі болып, қамыршыл сабырдай қысқа ғана ғұмырда сіз біздесіп сыйласып, алыстан жақыннан сағынысып көрсетін достары келіп жатыр екен. Ендеше сыйлы қонақтарымыз Азияның алтын қақпасынан келіп жатырған, Оралдан келген Алғаш Разия, Қызылордадан келіп жатырған Мүсілім Дина, Айгүл, бәрекелді. Сыйлы мейманымыз, тойыңа келсен иманың, иманға көрсеткен құрметін бойыңа жиған иманың деп, қадірлі қонақтарымыз Руслан Гүлсім, одан әрмен қарай, Алматыдан артық келіп жатырған Нұртаза Гүлсән, және барша ағамыздың класстас, курстас, жора жолдастар деп қойды. Жолдыбек Күнсұлу, Сәтжан жұбайыменен, Амангелді жұбайыменен, Бауыржан Мұқанов жұбайыменен, Нұрлан Гүлнар, Нұрлан Қалзия, Есен Темір жұбайыменен көптің қошеметімен ортаға шақырайық. Айналайын, елу жасың құтты болсын. Мынау баламыздың школға баратын қадамы құтты болсын. Сүндетке отырып жатыр, ол да құтты болсын. Мен енді мына Орал өңірінен келіп отырмын. Осы амандыққа мен туған құда боламын. Бірақ біз мынау амандық институтта оқып жүргенде соңғы жылдары біздің үйде болып, біздің тәрбиеде болды соңғы жылдары. Сондықтан амандық мені аға деп сыйлайды, мен оны әне деп сыйлаймыз. Сыйлайында осы жалғаса берсін, жалғасын таба берсін. Ал енді не айтамыз? Өмірдегі ең жақсы жақсылықтардың бәрін сізге тілеймін. Зухра екеуіңізге. Аман болыңыздар. Сыйластығымыз ұзағынан болсын, осылай жүре берейік. Қалғанын апам жалғастырады. Ал енді Амандық Зухра өте қуаныштымын. Біздер ұмытпай, алыста жүрсек те, қашанда кенжетайларың 40-қа келгендегі сол дүнияға келіп, соның 40-ында хабар беріп, сонда келгенде мен күміске суға түсіріп, байларымды тойлап кетіп едім, енді соның мінекей сүндет тойына келіп отырмын, әлі Тілашар тойына келіп отырмын. Әрі Амандық жан сенің 50 жасың құтты болсын бәрі де. Әрі үлкен ұлымның дипломы құтты болсын. Бойлайда тек мына сендердің осы орталарында гүл-гүл жайнап екі жаққа да қуаныштарыңды ортаңызға шашып, алдарыңнан тек қана бақыт нұры жаусын дегім келеді. Семьяда бақытты болыңдар, екі жаққа да Зухра беделді болдыңдар, екі жаққа да екеуің сыйлы болыңдар, қадірлі келін болыңдар, қадірлі күйеу бала болдыңдар. Енді болашақта қадірлі әдемі ата әже болып, немере шөбере сүйіп, тек қана той-тойлап, тек қуанышта жүре беріңіз дегім келеді. Алабеке, Зухра, енді біздер екеуміз, Абекен екеуміз курстаспыз. Кезінде Амандық Сықида оқыған кезде біздер бірінші курсқа екеуміз бірге түстік. Екеуміз бір ауылданбыз, Байғаннен. Енді бұл жігіттің менің есімде қалғаны, қазір қарап отырсам, бұл кезде жаспыз екеуміз де 19-дамыз, жасымыз. Сол қазір Асланға қарап отырсам, Аслан қандай әп-әдемі жігіт, сол кезде Амандық сондай жігіт болатын. Екеуміз сол ешкімнің жетекшісіз өздеріміз барып оқуға түсіп,
сол кезде Сықида оқып, содан кейін екеуміз армияға кетіп қалдық. Сол кезде институттан армияға алатын болды да, біз армияға кетіп қалдық. Сол армиядан кетіп қалғаннан кейін мен Алматыға ауысып кеттім. Сықиді тастадым да Алматыға ауысып кеттім. Содан кейін екеуміз, енді әбеке қанша жыл болды білмеймін, былтыр кездестік қой, 13-ші жылы, 2013-те. Осы Ақтөбеде кездестік екеуміз. Сөйтсем, менің де жүрегімде бұл жігіт қалып қойыпты, әбекеңнің де жүрегімде мен қалып қойыппын. Екеуміздің достығымыз сондай болғаны. Бұл кісі де мені іздеп, бір-бірімізді іздеп жүр екенбіз. Сол екеуміз случайно мына магазиннің ішінде, торговый центрдің ішінде кездестік, атын ұмытып қалдым торговый центрдің. Сол торговый центрде кездесіп, содан бері екеуміз міне, сөйтсек екеумізде семья болған екенбіз. Жаңағы екеумізде де балаларымыз бар екен. Сол кездесіп, сол достығымыз қазір алға жалғасып жатыр. Сондықтан осы тойға келгеніме мен өте қуаныштымын. Енді Амандық туралы өте жақсы лебіздер айтқым келеді, себебі бұл өте азамат жігіт. Өмірінде өзінің, былайша айтқанда, тағдырын өзі жасаған жігіт. Себебі сонау Байғаниннен ауылдан келіп, өзі оқуға түсіп, сосын осы қаланың ішінде өзі үйін күйін жасап, балдарын бәрін көтеріп, кез келген адамның қолынан келе бермейді бұндай қиын жұмыстарды. Сондықтан мен ойлаймын, Зухра, сізге повезло, осындай Амандық сияқты жігіттер, себебі Сықида Амандық академи жігіттің артынан көп қыздар жүгіріп еді. Сөйтсе, осы әбекең академи жігіт бұна біздің Зухраға беріпті. Сондықтан мен ойлаймын, екеуіңіз сіздер вообще күшті, бақытты семьясыздар. Себебі Амандықтың біреуге жамандық жасамайтынын мен өте жақсы білемін. Енді екеуіңіз бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына кішкентайларыңыз да той жасап жатыр екенсіздер біріктіріп. Енді әбеке сізге жасыңызға жас қосыла берсін деп айтайын енді. Себебі жасқа қазір біздің жасымызға келген кезде жас қосылудың өзі бізге қиындау. Но сонда да жасыңыз ұзақ болсын, сіздің үйде тек қана той болсын, дастархандарыңыз тек қана қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Елдің жасы елу деп атауы құтты болсын. Одан кейін мәди баламыз өтпетіп, мұсылман қылбасы, ода құтты болсын. Сіздерге семьяда бақытты болыңыздар дейді. Мен ол дейді қазақта, тасқа тары біткенше таршылық көрме дейді ғой. Мұзға бидай біткенше оңшылық көрмеңдер дейді. Бақытты болыңдар семьяда, денсаулық тілеймін. Осы көзін көрген баланың қызығын көріңіздер. Сіздерге шаңырақтарыңызға бақыт тілеймін. Отбасыларыңнан той мереке кетпесін. Қуаныштан қуанышқа жете беріңіздер. Әбеке, бүгінгі мына 221 құтты болсын. Енді 50-деуге қимай тұрмын. Мына али балдарыңыздың мұсылман болған құтты болсын. Қуаныштарыңыз жағынан болсын. Денсаулық тілеймін. Жастарыңызға жас қоса беріңіздер. Отбасылық бақыт тілеймін. Бағына біраз тілектерді айтып қойып, қайталағым келмей тұр. Уақыт болмаймын. Ал денсаулықта қуанышты, қызықшылықты той күндер көп болсын, той қазыналы болсын. Бәрекелді. Амандық, әке, мына тойларың құтты болсын. Мына аяқ жағында сөйлеуді өзі қиын өз сөзді. Енді бір нәрсе қылып шығарып көрейді енді. Бәрекелді осындай үлкен той жасап жатсыңдар, талай қуаныштар болып жатыр, кішкентай жаңа айтып жатқандар, бәрі құтты болсын. Оның бәрі денсаулыққа ғой, дендерің сау болсын, отбасыларың амандық, сондай қуанышта болсын. Жаңа кімді айтып жатыр ғой, Амандықтың жақсы қасиеттерін, Амандықпен бір жыл бір комнатада да жатқанбыз, 5 жыл бірге отырып. Бұның жақсы қасиеті жілкі қосып, 20 жыл жақсы пісіретін еді. Сол жақсыды. Сол кезде бар нәрсе сол ғой. Ал бәрекелден айтамыз. Осы айтқан ағайын тума жүр, бәрі тек қана жақсылыққа бәріне қосылып, тек сендерге дендеріңе саулық, отбасыңа амандық, әрдайым күліп ойнап, тек туған күнді тойлап жүре беріңдер. Бақытты болыңдар. Ақ жайын ақ деп атыңды, ана
шағала шақырады тағыда. Көзір көзір көздерің тәтті тәтті сөздерің әркімнің еңбегі кездесетін толқын толқын жағада ұшып жүрген шағала шақырады тағыда тағыда. Hoppa! Görüşken adam 17 şirmeyi dedi. Mınау енді француздың атақты жазушы Виктор Гюго деген ағамыз айтқан екен. Өзіне өзі күле білген адам данышпан адам деп. Мына кафеге келіп, бір ағамыз тойдың төрінде отырса, официант жақында ассалаумағалейкум аға, асың дәмді болсын, жайды жақсы отырыңыз. Сізге ақтан ба, коньяктан ба депті. Ағамыз маған бәрібір құйғанын іше береді. Жеңгеге ақтан ба, қызылдан ба? Жоқ, жеңгең ішпейді. Винодан ба? Жоқ, жеңгең ішпейді. Сонда жеңгеміз не ішетін еді десе, ағамыз жеңген қонақтадым ішпейді, зато үйге барғасын қаным ішеді деген екен. Жақсы отырайық. Жаным деген сөзге жан семіреді деген. Жаным деп көгін аулап қойып. Мына жорыққанда жолым болсын дейді. Мен өзім Совет үкіметінің заманының студентімін. Bir ағамыз заманында алысқа бір жол жүріп келе жатып, түннің ішінде көйлегі сынып, айдалада жаяу қалып, адасып бір ауылға келген екен. Шеткі үйдің светі жанып тұр. Одан есікті қағып, бар екен десе, іштен бір толық қалған 25-те бір әдемі қыз шығыпты. Сәлеметсіз бе аға, түнде кетіп неғып жүрсіз? Ой шырақ, мен бір жолаушы едім, көлігім сынып, амал жоқ келдім сіздің үйге. Мен қандай жерге келдім, адасып келдім. Ой бұл Байғаниннің бәленше деген ауылы. Апырмай, бұл ауыл менің қайын жұртым еді ғой. Бірақ бәрі қалаға көшіп кетті. Қазір қайын жұрттан ешкім қалған жоқ. Сондықтан қарындас, рұқсат болса мен бір құдай қонақпын, сіздің үйге қонып кетейін. Жақсы аға, қондырайын. Бірақ ескертем. Мен бойдақпын, әрі жалғыз тұрамын. Түнде андай-мындай жағдай болмайды десеңіз, мен сізді қондырайын деп. Ағамыз, ой шырақ, ыңғайсыз жағдай болмайды, отвечаю. Сөзім міне. Мен партийный коммунистпін, міне билетім деп көрсеткен екен. Жақсы деп қарындасы үйге кіргізіп, ағамызға шай суын беріп, залға әп-әдемі қылып, әппақ простынямен төсек салды. Жанынан қол жетім 1 метрдей жерге қарындас өзіне төсек салды. Алла деп ағамыз ұйықтап таңда жан-жағына тұрып қараса, қыз да жоқ, ешкім жоқ. Атып тұрып ағамыз есік алдына шықса, жаңағы жап-жас қыз тауыққа жем салып тұр екен. Сәлеметсіз бе қарындас, аман өрдің бе, неше тауығың бар? 10 тауығым бар. 10 тауықтан қанша жұмыртқа аласың? Жұмыртқа алмайтын себебі бұл тауықтар тумайтын себебі біздің үйде әтеш жоқ. Көршінің әтешін әкеліп қосып едік, ол әтештен де толық болмады, өйткені ол әтеш те сіз сияқты коммунист екен деп айтты. Ал енді мынау коммунист болмай, жан-жағымыздағы қыз-келіншектерге бұйырған ырзықтарын алдырып, тағы да бір құйдыра отырып, сыйға сый, сыраға бал, бәрекелді. Ағамыздың жан жолдастарына ат басын бір тілек беріп жіберейік. Бәрекелді. Мынау енді бәрекелді. Ағамыз Совет үкіметі заманының студенті ғой. Бір үлкен атамыз Алматыға жол түсіп барыпты. Бұдан Икарус, Гарулен бір грузин отыр дейді. Атамыз жаңағы Икарусқа бір сетті мінгізе алмай жатыр дейді, өзіне сүйреп. Бұдан жаңағы грузин айтады, дед, старик, куда барана ведешь деп. Атамыз айтады дейді, нет, сынок, ты ошибаешься, это не баран, это диплом, баран там сидит. Құдайға шүкір айтып, оқыдық, дипломды алдық қой. Ал енді бір жұмбақ айтайын. Бәріңізге ортақ жұмбақ, сол жұмбақтың шешуін шешкен адамға жақсы сый-сияпатымыз бар. Бәрекелді. 2 қана жұмбақ айтамын. 5 әріптен тұрады, 2 әріпсіз өмір сүре алмайды. 5 әріптен тұрады, 2 әріпсіз өмір сүре алмайды. Ай, бәрекелді.